компаниямыздың басшылары және көш басшыларының қатысуымен ұйымдастырылып отырған мотивациялық оқыту туры өз жалғасын әлі табуда. Бүгін екінші күн біз шырайлы Шымкенттеміз. Жалғыз мен емес, менде командада бірнеше миллионер бар. Құдайға шүкір дейміз. Себебі кейде болады, менде партнерларым бір аптаға менен көп табатын партнерларым бар. Бұл ойнада жақта тұрған партнерлар менен көп табып жатады. Бұл дейді керемет бір жақсы нәрсе. Bir бағыт, себебі ол бағытта біздің арманымыз тұр, ол бағытта біздің денсаулығымыз тұр. Достар, мінекей осымен Шымкент қаласындағы керемет обучениеміз өз мәресіне жетті. Өте жақсы, өте белсенді қатысқан жандардың баршасына үлкен алғысымызды білдіреміз. Және де менің қасымда керемет жан компаниямыздың көшбасшысы Клара Камаловна. Жалпы бүгінгі Шымкентте өткен осындай бір керемет обучениеден алған әсеріңіз жайлы бір-екі ауыз бөлісе кетсеңіз. Саламатсыздар ма, құрметті партнерлар. Бүгінгі өткен сабақ обучение өте керемет, өте жоғары деңгейде өтті. Арнайы бізге Шымқалаға ат басын бұрып келген басшыларымыз, осы компаниямыздың негізін қалаушысы, директорлар кеңесінің төрағасы Отыралы Сергей мырзаға алғысымыз шексіз. Жас болса да баршамызға бас болған көшбасшымыз, амбициозный, харизматичный, өте керемет вице-президентіміз Дастан мырзаға алғысымыз шексіз. Оның арасында бәрімізде бір аңызға айналған миллионер сварщик деген атақ алған бәріміздің сүйікті партнеріміз миллионер Жұмаберді мырзаға үлкен рахмет айтпақшымыз. Бүткіл партнерлардың атынан десем артықша болмас. Рахмет, үлкен сабақ болды, өте керемет сабақ болды. Білмеген көп жайттар болған еді, солардың бәрін түсінікті болды ендігісінде. Құдай қаласа, ендігі семинарлар тағы осындай жалғаса екен деген ниетіміз бар. Аздық қылды негізі. Кеш болуына қарамай, ешкім кеткісі келмей, осы сабақтың жалғасы болса екен деп күтіп қалдық. Рахмет барлықтарына, үлкен рахмет. Осындай сабақтарды өткізіп, жиі-жиі келіп тұрса екен деген ұсынысымыз бар. Рахмет. Бәрекелді, сіздерге де көп-көп рахмет. Достар, бүгінгі керемет өткен Шымкент қаласындағы сабақтан әсермен бөлісем деп тұрған Шым қалалық біздің көшбасшымыз Ербол мырзадан бір-екі ауыз сұрасақ. Көптен бері аңсаған, көптен бері күткен өзіміздің жаңағы президентіміз, жағы осы компанияны құраған көшбасшыларымыз келіп қандай керемет әсерлерін қалдырып отыр. Халықтың бәрі өте риза болып отыр. Мен шексіз қуаныштымын, что осындай жаңағыдай керемет презентациялар болып тұрғанына мен қатты ризамын. Достар, бүгінгі Шымкент қаласында өткен керемет сабақтан алған әсерлермен біздің компанияның көшбасшылары өз ойларымен бөлісуде. Соның бірі мінекей Шымкент қаласының көшбасшысы, керемет жан, керемет лидер Оразалы мырза, бір-екі ауыз сөзіңізді сізден естіп қалсақ. Не дейміз, міне кереметтей басқосу болды.
компаниямыздың басшылары, көшбасшылары келіп, өз білімдерімен бөлісіп, бізге өте үлкен мотивация беріп, жақсы обучение болды. Партнерлеріміз де жақсы жиналды. Барлығы өте риза. Алда уақытта мен ойлаймын, осындай обучениелер жиі болып тұрса, компаниямыздың, командаларымыздың өсуі тез дамыр едік. Басшыларымызға өте мың алғыс. Алда уақытта кездескенше. Көп рахмет сіздерге, рахмет Шымкент қаласына өте қонақжай қалалардың бірі, ұмытпаңыздар. Құрметті достар, осымен шырайлы Шымкент қаласындағы керемет презентация сабағымыз өз мәресіне жетті. Біз енді келесі қалада сіздерді күтетін боламыз. Қандай қала екенін күтіңіздер, бірге барамыз.